Құрметті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев, сізге Түркістан қаласының бір топ тұрғындары атынан осы мәлімдемені жолдап отырмыз. Біздер Түркістан қаласының бір топ адамдары Түркістан қаласынан Өскемен қаласына барып құрылыс жұмыстарын жүргіздік. Мабетекс фирмасы, Актуал фирмасы, Ерхан фирмасында. Бізге сол жерге барғаннан жұмыс істеген бір айлығымызды берді, қалған айлығымызды түрлі себептермен осы уақытқа дейін созбаламға салып бермей келіп жатыр. Біздер еңбек ақымызды талап етіп барғанда 16 январ айының 16-сы күні Өскемен қаласының әкімшілігінен, еңбек инспекциясынан, Актуал фирмасының юристі бар, біздер жұмысшылар өкілдері бар. Сөйлескенімізде бізге Ерхан фирмасының финансовый директоры осындай тілхат жазып берді бізге. Осындай тілхат жазып берді. Айлықтарыңды 31 январға дейін қойып береміз деп. Бірақ міне бүгін февраль айы болды. Әлі түрлі себептермен созбаламға салып келіп жатыр. Телефондарын көтермейді звондасақ. Енді сіздерден өтініш, егер біздің айлығымызды қойып бермейтін болса, біздер ары қарай президент әкімшілігіне барамыз. Елбасына барамыз. Барамыз ғой. Мына тұрған жігіттердің бастарында кредиттері бар, семьялары бар, бала-шағалары бар, ата-аналары бар. Біреуінің бала-шағалары ауру, біреуінің әйелі ауру дегендей түрлі өз үй-ішілік проблемалары бар. Еңбек ақыдан алмай қиналып кетті адамдар. 30-35 градус суықта жұмыс істетті. Мына жігіттер енді айлыққа келгенде қашып жатыр. Осы жігіттер сол жерге барып жұмыс істеп, міне қазір Астанаға қарай кетеміз. осындай егер ешқандай шара қолданылмайтын болса, жігіттер Астанаға барамыз ғой. Барамыз. Әкімшілігіне барамыз ғой. Барамыз. Елбасына барамыз ғой. Барамыз. Болды. Міне осындай біздің проблемамыз міне осы.